Қайырлы күн достар. Бүгін біз жалпыға бірдей белгіленген салық салу режимін талқылаймыз. Осы режим кәсіпкерлерге ең тиімді болып саналмаса да, бұл кейде ықтимал жалғыз нұсқа. Бұл режимнің басты артықшылығы айналым. Қызметкерлер саны және қызмет түрі бойынша шектеудің болмауы. Мұраттың бизнеспен айналысып жүргеніне біраз уақыт болды. Қазір 3 шағын маркеті бар. Оның дүкендерінде 80 жұмыскер жұмыс істейді. Акцизделетін тауарларды сатады. Ал айналымы 200 мың айлық есепте көрсеткіштен асады. Мұндай жағдайда Мұратқа жалпыға бірдей белгіленген салық режимі қолайлы. Осы режимде Мұрат өзіне мынандай салықтар мен аударымдарды төлейді. Жеке табыс салығы. Расталған шығыстарды шегергенде табыстың 10%. Әлеуметтік салық. 2 АЕК жалақысынан әлеуметтік аударымдар шегеріледі. Міндетті зейнетақы жарналары жалақының 10%. Әлеуметтік аударымдар жалақының 5%. Медициналық сақтандыру жарналары ең төменгі жалақының 1,4 еселенген мөлшерінің 5%. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары жалақының 2,5%. Кәсіпкер қызметкерлер жалақысының сомасынан мыналарды төлейді. ЖТС 10%. Зейнетақы жарналары 10%. Әлеуметтік аударымдар 5%. Жұмыскерлер үшін әлеуметтік салық. 1 АЕК әлеуметтік аударымдар сомасы шегеріледі. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 3%. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары 2,5%. Және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары 2%. Кәсіпкер қызметкерлер үшін ЖТС бойынша 14 АЕК мөлшерінде салық шегерімін қолдана алады. Бұл формулаға сәйкес жалақы сомасынан МЗЖ және 14 АЕК шегеріледі. Алынған сомадан кәсіпкер 10% төлейді. Егер кәсіпкер ғимараттың немесе жер учаскесінің иесі болса, ол ғимараттың немесе учаскенің орташа құнына байланысты салық төлейді. Кәсіпкер көлік салығын жеке тұлға ретінде төлейді. Жалпыға бірдей белгіленген режимде жеке кәсіпкер салық төлеуші кабинетінің сайтында немесе қағаз түрінде мынандай нысандарды тапсырады. 200-ші нысан ЖТС және әлеуметтік салық бойынша декларация. 90 сайын 15 мамырға, 15 тамызға, 15 қарашаға және 15 ақпанға дейін беріледі. 220-ші нысан ЖТС бойынша декларация. Есепті жылдан кейінгі жылдың 31 наурызына дейін беріледі. Салық декларация тапсырылғаннан кейін 10 күн ішінде төленеді. 701-01 нысан мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдерді есептеу. Есепті жылдың 15 ақпанына дейін беріледі. 700-ші нысан көлік құралдарына салынатын салық. Жер салығы және мүлік салығы бойынша декларация. Келесі жылдың 31 наурызына дейін беріледі. Салықты әр 90 сайын 25 ақпанға, 25 мамырға, 25 тамызға, 25 қарашаға дейін төлеу керек. Келесі видеоларда біз басқа салық режимдеріне тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыз.